деп. Достар, қалайсыңдар? Көтеріңкі көңіл күй. көтеріңкі көңіл ма? Иә? Кетеміз. Иә, жаңа бастама. Де деп айтпаңдаршы, сондықтан біз де деп айтпаймыз. Де. Достар, біздер менің оқуым басталып, басқа штатқа кетіп бара жатырмыз. Сүйікті Калифорния штатымыз, Лос-Анджелес қаламыздан Флорида штаты Таллахасси деген қалаға кетіп бара жатырмыз. Бүйтсе болады, Калифорния штатынан Лос-Анджелес қаласына Флорида штатындағы Таллахасси деген. В общем, көшіп бара жатырмыз. Көшіп бара жатырмыз. Америкада мынандай нәрсе бар. Квартираны алған кезде полностью тап-таза қылып аласыз, мебель ештеңе жоқ, тек қана стиралка, холодильник, сосын кір жуатын машина деген сияқты болады да, қалғанның барлығы тап-таза болады. И солай қайтару керек. Жерге даже бір кішкентай қағаз түсіп, немесе бір қасығыңыз қалып қоятын болса, сізге депозитіңізден штраф салады да, алып қалады ақшаңызды. Сол үшін біздер үйді тазартуымыз керек. Бірақ ауыл айтып берсін, қалай тазартқанымызды, айдан пысық екен. Иә, біз енді бұл жақта где-то 1 жылдан астам тұрғандықтан біраз мебель жинап тастадық үйге. Сол енді кетер кезде мебель не істейміз деп. Көбіне адамдар мебелін алып көшеді, бірақ бізге көшу олай невыгодно, ол қымбат. Иә, и бір адамдар сыртқа тастап кетеді. Біздің ойымыз, менің ойым сол болды, сыртқа скорее всего тастап кетеміз деп. Бірақ мынау тұрған өте пысық қыз. Бір ай бұрын дайындалып, Америкада OfferUp деген приложение бар. Ол біздегі OLX сияқты приложение. Сол жаққа бүкіл заттарды салып, жайлап сата бастадым. Айтып кететін нәрсе, оның барлығы бізге тегін келген. Ол жерде 2-ақ зат алған болатынбыз. Телевизордың артына қондыратын және оның пульті $70, өзіміздің ақша кетіріп шығарған неміз, расходымыз, қалғанның барлығы тегін келді. Сөйтіп мен алдымда оның барлығын жайлап сатып, примерно $600 или $700. Осы кейін күшті негізін айтып маған. Да? PlayStation дейсің ба? Қандай сериясың да? В общем, примерно атмосфера осындай. Міне комнатаны көріп тұрсыздар, қараңыздар. Жалпы біздің влогты қарап жүрген адамдар болса, білет біздің үйіміздің іші қалай орналасқанын. Қазір міне мынандай жағдай. Міне үйге кіретін есік, мына жерден бастайық. Мына жерде стол болды, 4 отырғышымен. Соны бағалап айта берейін ба? Иә, айта бер. $40 ма саттым. Біздің тамақтанатын стол, яғни. Келесі мына жерде диван болды. Оны по идее вообще лақтырып тастаймыз деп ойладық, потому что действительно от души пайдаландық, ескіріп кеткен. Бірақ сөйтіп кілемді алуға келген адамға, нормально алып кеттіңдер деп $30 беріп жібердім. Иә, диван болды мына жерде. Сосын кілеміміз болды, бірақ кілеміміз действительно күшті болды. Оны $100 қойдым, бірақ $80 өткізіп жібердім. Неге жібердім деп айтамын, бірақ потому что от үйді өзім саттым бәрін. Абыл тек тасып беруші болды ана жерде. Сосын мына жерде бірақ действительно детский телевизорымыз болды, оны $170 өткіздік. Одан кейін Абылдың PlayStation-ын жылатып тұрып $140 сатып жібердім. Ол еще алып кетем деп қояды. Мен айтамын, олар қалайсыңыз деп. PlayStation болған ғой, бірақ ойнамайтын, тұратын просто. Иә. Короче, Абылдың әдеті ғой, любой нәрсені алып, просто қойып қою деген, кәдімгідей пайдаланбай. Сол үшін ондай нәрселердің бәрінен құтылу керек. Затқа привязанный болмау керек, достар. Міне сіздерге совет, затқа привязанный болмау керек. Ары қарай, тағы не болды? Тыңдағысы келмейді. Одан кейін, мына жақта біздің Айша атайымыз ұйықтап жатыр бесікте. Еще біз бесікті алып кетеміз. Үй шашылып жатыр, мән бермеңіздер, себебі біз ертең көшейік деп жатырмыз. Так, мына жерде 2 прикроватная тумбочка, оны $50 жүр. Но бірақ ол дерзкий болатын, қымбатқа сатуға болатын. Одан кейін мына жерде 2 комод. $40-дан $50 сатып жібердім. Сосын ең мықты өткізген затым ол мына жерде телевизор болды. Ескі телевизор, бірақ смарт, но енді өте старый варианты. Соны $100 өтіп кетті ғой. Еще ана кісі келді де без проблем. Вообще сөйлеспей алып кетті сразу. Пылесос болды? Пылесос болды. Ол қаншаға? $35 өтті. Кроссовкаңды айтсай? Кроссовкамды $20 сатып жібердім, и то ол мендікі емес. Короче, сондай бір. Адамдар керек емес нәрсесін коридорға сыртқа тастап кетеді, соны ала бересің. И айдана сөйтіп бір күшті кроссовка тауып алды. Міне мынандай ғой.
мынандай, короче, осының золотистый цветін. Мынау негізі Nike Air Max, бұлардың өзі примерно, мынау менің өзімдікі $120 ма алдым. 120-200 доллардың арасында тұрады бұлар негізінде. Сөйтіп тап осындайды көріп қалдым да, мынау дерзкий кроссовка ғой деп үйге алып кеттім, жуып қойдым, сөйтіп алдым да біреуге $20 сатып жібердім. Қалай, пысығы? Қалай, осындай еле алыңдар, біздер андай Қазақстанда көшкенде бір қыра пакеттерге салып көше бересің ғой. А то, что Америкада олар арнайы коробкалар алады, арнайы мынандай пәкинге арналған, жаңағы упаковка жасауға арналған қағаз алады. Ыдыстарды орайтын. Бізде газеттерге орайды ғой. И соны упаковать етеді. Міне, мынау біздің аула. Мынау мен. Айдана үйде тамақ ішетін. Айдан деп айтайын. Айдан үйде тамақ ішетін столды сатып жібергеннен кейін біз мұнда отырып шай ішіп жүрміз. Бұл тоже жаңағы үймен бірге келеді, патио деп аталады. Жалпы Америкада балконды басқа мақсатта қолданады, біздік сияқты склад қылып қолданбайды. Тек жиналып отырады. Сосын деген еще сатқан сайын абыланды ренжи береді да маған. Крем жоқ, кремімізді қайдан етеміз, телевизор жоқ, телевизорымызды істейміз деп. А так сол отбасымыз үшін ақша үшін сатып жатырмын ғой. Жинап ертең көшкенде ан жаққа барғанда да аламыз ғой бір нәрсе. Каждый бір нәрсені алып шыққан сайын, короче, сыртқа маған бұрқылдап ренжиді. Мына бардакты көріп тұрсыздар ма, арттағы? Мынандай ғой. Былай. Осының барлығын қазір дегенде тап-таза қыламыз, бірақ деген примерно 1-2 сағаттай болады шығар. Көңіліңді көтер, көңіліңді көтер, көңіліңді көтер, көңіліңді көтер. Күннің бірінші нұрымен мен тұрамын. Коробкаларға паковать етіп тастадық, міне. Мынау Айдына паковать еткен, слабый. Мынаны тоже Айдына. Астында вот тағы, в общем, 3-4 коробка шықты. Сосын болды мұнда дым қалмады бізде. Бәрін тап-таза алып қойдым. Сосын міне, короче, комнатадағы матрасты алып шықтық. Себебі кровать пен матрасты сатып жатырмыз. Клиент тауып алдық. Короче, айттым ғой, барлығын мен саттым деп, Абылға 1-2 зат қалдырған, молодец. Әйтеуір жаман болмады. Мына нелерді сатты. Мына 2 лампаны сатып жібердім, қазір алып кетеді. И матрас кроватьпен бірге. Сол кроватьты қазір міне мен разбирать етіп жатырмын. Айтпақшы, бізде еще елка бар, қарасай. Елкамыз бар. Кроватьтың астында. Нені салып кетеміз просто. И сосын мындай детский кроватька бар. Елканы тоже салып кетеміз, тастап кетеміз, себебі елка жазда өтпейді өйткені ешкім сатып алмайды. Или сен сата ала бермейсің. Өзіңізге керек қыста. Пылесос сатып жіберіп Пылесосымыз сатып жіберіп пысық болып. Пылесос сатып жіберіп, и мынаны тарта алмай жатырмыз. Мынандай Айдына заказ берген арнайы пакетиктер, киім салып, ауасын сорып, қысып тастайтыншы. Бірақ бізде пылесос жоқ. Пылесос заказ бер енді. Да. Қайырлы таң. Не істеп жатсың? Кеше барлығы жинап тастаймыз деген план болған, бірақ қазір Абла ана жақты көрсетеді сіздерге. Мына жақ менің меншігімде әлі бір қырап жатырмыз. Анда ақшалар шашылып отыр ғой. Ақша көп. Білмеймін камераны қалай ұстап тұрғанды, енді қазір Абыл жынданады шығар тағы да. Міне, осы ғой. Мынандай пакет. Қазір мынаны қосамыз да кішірейтеміз. Міне, кәдімгідей кішірейді ғой. Абыл мойындамай жатыр. Ойбай, камераны өте нашар ұстадым ау. Сол, міне бір қырақтың барлығы. Қазір жинаймыз тағы да. Көшкен деген осындай пәлекен. Кімде сондай проблема болды көшу деген. Ал, балам, үйге пицца алып кел, жейтін бір нәрсе алып кел. Мына Абылға береміз. Саламатсыздар ма? Қонақтар келді. Қалайсыз? Егізіп оят жерем ба деп. Жоқ. Кіріңіз. Ал, давайте, жол болсын. Кірдіңдер. Айдына заттарды жинап жатыр. Менің нервім шыдамай, еще и қарным ашып, завтрак алып келем деп, короче, неге шығып кеттім. Сыртқа шығып кеттім. 7-Eleven'ға келдік. Пицца алайын деп жатыр.
Hi, how you doing? Do you have pizza? I already Cheese? did. Okay, cheese. how? I Yeah. already have pepperoni right Do you have But cheese? do you want the cheese, the whole thing only? I only sell the whole thing in cheese, not slices. That's fine. Yeah. Whole. The Yeah. whole thing, yeah. Whole. It's 740. Не аламыз? Айшатай? Фанта аламыз ба? Ай. Міне мынау 7-Eleven'ның іші. Can I get cup for the coffee? What size? Large. Папа қандай кофе алады? Әке қандай кофе алады? Әке мынандай кофе алады. Қоясын. Кофе дайындайтын аппарат. Мына жақта свежий кофе тұр. Соны бірден измельчать етеді да. Дайындап мына кетіреді. Сосын мына жерде бірден кремерлар тұр. Мынау деген просто халқын сливки, жай ешқандай вкуссыз. Мынау ванильный, мынау хазелнат, мынау қанттар, мынау крышкалары. Севенға барып келдім да, пицца мен кола алып келдім. Міне. Түсірген жасываның ішінде? Түсірдім. Айдына дегустировать етіп. Міне мынау 7-Eleven'ның пиццасы. Чисто чиз пицца. Мынау 7-Eleven'ның коласы деп қойды. Кесілген ба өзі? Мынау жоқ кесілмеген. Жоқ, кесілген. Кесілген ба? Мынау кофе. Кофе large size алдым сразу біреуін екеумізге. О, мынаны қараңыздар. Қараңдар қандай. Езіліп жатыр. Айшатай, пицца жейсің ба? Қазір маман жесін, сосын сен пицца жесін. Давай, дегустация. Not bad ба? Edible. Айтпақшы, киноларда көресіздер ғой андай ужастиктарда әсіресе ваннаға кіреді да бүйтіп айнасын ашады да дәрілер ішеді ғой андай успокоительный деген сияқты. И сөйтсе шынымен дәрілері бәрі осындай болады екен. Көбінесе андай на заказ берілетін дәрілер осындай флакончикта болады. Міне барлығы өте ыңғайлы. Бәрі осындай болады. Я сыртында просто жазылып тұрады, аты жөнің жазылып тұрады, кәдімгідей сыртында қандай дәрі екенін жазылып тұрады. Үйсіп аласында ішесің. Та-дам! Мінекей, үй пустой, дым жоқ, бәрін тазалап, бәрін жинап, осылай өткізу керексің ақшта үйді, міне. Тек мына стульчиктар өздерінікі. Жауып қоясың. Болды. Міне айтас келді бізге көмектесуге. Қалайсың айтасың? Міне Айба, сәлем де. Камераға. Сәлем дейсің ба? Міне кухня. Холодильникта продуктлар бар екен ғой. Міне Айдан, қалайсың? Дайынсың ба көшуге? Аза қалайсың? Аза тоже. Дайынсың ба дейсің? Міне артта заттарымыз кетіп бара жатырмыз. Айба деген бала. Айба, қалайсың? Бупинатты кім? Айша, иә, дұрыс. Айтас. Қазір Айтастардың үйіне барамыз бүгін. Сосын Алла қаласа таңертең сол жақтан шығып кетеміз. Не айтасыңдар? Таңертең 28 декабрь шығып кетеміз. Айтпақшы, квартираны қалай өткізеді? Жаңа көргендеріңізде тап-таза қыласың. Айба айтам дейді. Квартираны тап-таза қыласың. Айба сөйлеп жатыр, мен емес де. Сосын кілттерін аласың да төменге дарға тастап кетесің, болды. Сосын өздері келіп тексереді, жаңағы штрафтары болса ұстап қалады, депозиттан берген, и жаңа қалғанын чекпен жібереді. Новый адреске. Айша, деш? Океанның жаны. Әне адамдар тамақ ішіп отыр сыртта, барбекю жасап, ана жақта біреу от жақ қойып, телефонмен сөйлесіп отыр демалып. Біз қайдамыз десеңдер, дәл қазір біз Айтастың үйіндеміз. Марина Дель Рей деген қалада. Үйден кеттік, в общем, кілтті тапсырдық бәрін, жаңа жолды түсірдік қой, көрдіңіздер ғой. Сөйтіп, самолет бізде ертең болғандықтан Айтастың үйіне бүгін қонаққа келіп, осында боламыз, осында қонамыз. Әне Айтас.
Қалайсыздар достар? Бізге кереметтей ужин жасап берді. Айтастың Агеля, Зарина. Қараңдар, манты. Қараңдар, пельмень десеңші. Қараңдар. Не салат? Айтасы, давай, тычка алың. Міне мынау Айтастың үйі, Айтастың үйіне рум-тур. Мынау міне Айтастың PlayStation 5-і. Мынау Айтастың телевизоры. Мынау Айтастың несі андай тамақтанатын. Қайда? Айба қайда? Айба. Қалай жағдай? Не істеп жатсың? Үй салайын деп жатсың ба? Иә. Давай, үй салшы, күшті болып, биік болып. 3 этажды үй саласың ба? 5 этаж саласың ба? А? Айба? Мынау міне Айбаның ойыншықтары. Айба, үлкен үй саласың ба? Қандай үй саласың? Дәл қазір достар, Айтас екеуміз PlayStation 5 ойнайық деп жатырмыз. Дәлірек айтқанда UFC 4. Міне, мен джойстикті майлап дайындап қойдым. Жодан Айтас. Кім боласың? Дәл қазір Чарльз Оливейра, Конор Макгрегормен төбелеседі. Мен Чарльз Оливейрамын. Айтас Конор Макгрегор. Мен де екен ғой нокдаунда. Айбаш. Йоу! Прямой нокаутқа жіберді. Прямой нокаут. Повторын көрейік. And still. Повезло. Жодан қалай? Мен бала ұстап отырып ойнадым. Конор уже не тот. And still. Оливера өзінің стилінде, да. Қаншама удар алса да тұрып берді. Ана жақта екінші нокаут кетті. Повтордан көресіздер, жесткий болды мынау. Конор слабый екен уже. Бұрын UFC 3-те Конор мощный еді. Нокаут барсаңдаршы. Да, басы майыс кетті ғой. Мойын сыз кеткен сияқты. Че там, осы жолы баласыз отырдың ғой. Айтасы амыл түсір дейді ғой. Осы жолы, короче, Айтасы мен нокаутқа жіберді прямой. И то бір 20 секундта. Короче, ол пария болды, мен Чендлер болдым, қараңдаршы. Левый, боковой. Түрі бұзылып кетті ғой оның. Да, жесткий кетті. Сурет әдемі. Сен салдың ба? Күш саласың ғой? Мынау, короче, Айтасты жестко нокдаунға жіберіп ұрып атқам ғой. Батмет көтересің. Прямой аяқпен кім сияқты болады оны? Фергюсон сияқты. Чендлер емес па Фергюсон жіберген, да? Иә. Ладно. Айба сурет салып отыр мұнда. Болды, короче, счет 2-2 қазір решающий. Соңғы, давай боецтер ауыстырайық. Мына помадный үшінші бой. Хамзат слабый екен. Айтас кетті, че? Болды 3-2, Айтас ұтпсады. Айтас андай қонақ жайлық дегенді білмейді екен. Қонаққа шақырып мені ұрып сағаны ше. Айтас. 3-те неше? 3-2. Нормально. Айдына ұрсып жатыр маған. Не үшін ұрсып жатыр? Не деп ұрсып жатсың? Айтшы тағы. Камера қалып кетті деп. Қайда қалып кетті? Әші түсірмедіңіз деп. Қамда? Осылай бітіреміз бе не? Естіп бітіре береміз. Қалайсыңдар? Біздер келдік, жаңа үйге продукт алып келдік. Қараңдар, уже қаншама продукт алып сат Айдына. Полный холодильник. Мен ана жақта міне тефаль алып саған, тостер алып саған, уже мантыварка алып сапсың ғой сен даже? Иә. Базар жоқ, қысқысың ғой, телек бәрін алып қойыпты уже. Осындай әйел кімде бар, а? Короче, Граунд Түрки арзан емес мына жерде. Жалпы Талахаси арзан емес пе екен? Арзан емес, ешқандай да. Мен деген Лос-Анджелестен намного арзан ба деп ойлап қалсам. Қысқасы достар, біз жаңағы LA-дан Талахасиға ұшып келген кезде камераны сумканың ішінде ұмытып кеттік та, сол үшін жолдан ештеңке түсірмедік. Біз сіздерге осы келген жерімізді түсіріп бере салайық бірден. Міне біз тұрып атқан үй, қазір сыртқа шығып көрсем сіздерге. Міне, мынау есік деп аталады мынау. Мынаны бүйтіп бұрсаң,
ашылады екен, оказывается. Мынаны бұрасың. Та-дам! Бірден Талақасидің ып-ыстық ауасы бірден сыртқа шыққанда, есік ашқанда сезіледі бірден. Өте бұл жақ ыстық, оның хайдың оған қоса ылғал. Сол ылғалдықтың кесірінен ыстық одан сайын ыстық болып сезіледі. Қалай айттым? Ауа райы одан сайын ыстық болып сезіледі. Бірақ біздің тұратын жеріміз негізі әдемі екен, міне көрсетейін сіздерге. Міне. Мынау біздің тұрып жатқан үй, дуплекс деп аталады. Бір зданияның ішінде екі үй, екі жағында бөлінген. Ана, нені көргендеріңіз бар ма? Во все тяжкие, сол жақта естеріңізде ма? Пинкман 3-ші сезонда ма бір қызбен тұратын еді, бір қыздың үйінен арендаға үй алып, вот осындай дуплекста тұратын еді. Міне, мынау біздің бөлмеміз. Осындай кішкентай. Мне не қалдыр кетті, бізге надувной матрас, бірақ слабый. Бедет жатсаңдар, көршіме қырында. Осындай дауыстар шығады. Сосын мынау Айшатайдың бесігі. Мынау туалет, ванна. Бүгін кіргендіктен, кеше түнде кіргендіктен әлі жиналмады барлығы. Шашылып жатыр. Мынау міне клозет кішкентай. Осындай. Мынау терезе. Мынау люстра вентилятор. Сол. Давай дейсің ба? Грустный нотик. Талақасида. Талақасида. Бітті!